Отан отбасынан басталады деп бекер айтпаған. Әрбір адамзаттың алтын ұясы десе алдымен отбасы ойымызға орала кетеді. Бала отбасынан да әкеден ақыл, анадан мейірім алады. Мен өз отбасымды мақтан тұтамын. Біздің отбасын үлкен отбасы десе де болады. Мен өз отбасым жайлы толығырақ айтқым келеді. Менің отбасымда 7 адам бар. Олар атам және әжем, анам мен әкем, мен және 2 інім. Біздің отбасымыз бақытты. Отбасының тірегі сүйіспеншілік, бірлік және сенім. Отбасы жоқ адам қанатсыз құспен тең. Ал бірін-бірін сыйлап, бірін-бірі сүйіспеншілікке бөліп отырған отбасысы бар адамдар өте бақытты жандар. Себебі қандай да бір қиыншылық болған жағдайда отбасының ауызбіршілігі мықты болса, кез келген қиыншылықтан жұмылған жұдырықтай өте шығасың. Ал мен өзімді ең бақытты жанға теңеймін. Себебі менің отбасым қасымда. Маған ақылын айтып отыратын атам, маңдайымды иіскеп айналып отыратын әжем бар. Отбасының барлық жағдайын жасап қамқорлық көрсететін әкем, дәмді асын дайындап күннің шуағындай мейірімге бөлейтін анам бар. Кішкене болса да ересек екенімді еске жиі түсіретін тілалғыш 2 інім бар. Біздің отбасының ерекшелігі дастархан басында әрдайым атамның асты бастауымен және мейіріммен сөйлесуімізді әрдайым айтып отырады. Сендер бір-біріңе қонақсыңдар, әрдайым бір-біріңді бірінші көргенде және ұзақ уақытта сағынып көргенде бағалаңдар дейді. Мен отбасымның осы қалпынан таймай бақытты ғұмыр кешкенін қалаймын.